Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қорының дарынды оқушыларды анықтау және қолдау жүйесін құруға мүмкіндік беретін ел үміті бастамасының жол картасы негізінде, яғни ауыл мекендеріндегі білім алатын 5-ші және де 6-ші сынып оқушыларына арналған 1000 бала ұлттық зияткерлік олимпиадасы өткен болатын. Осы олимпиаданың қатысушылары студиямызда қонақта Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығының бөлім меңгерушісі Роза Сакауова. Қош келдіңіз шәкірттермен. Қайырлы таң. Көңіл-күйлеріңіз қалай таңғы? Өте тамаша, жақсы. Енді дәл осы олимпиада жөнінде бастайық. Қалай өтті? Барысы жөнінде. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің ел үміті бастамасы аясында ауылдық жерлердегі дарынды балаларды анықтау мақсатында көптеген ауқымды шаралар өткізілуде. Сол шаралардың бірі 1000 бала ұлттық зияткерлік олимпиадасы. Осы 1000 бала ұлттық зияткерлік олимпиадасына ауылдық жерлердегі шалғай жатқан мектептің 5-6 класс оқушылары қатысты. Олимпиада 2 кезең бойынша өткізді. Бірінші кезең сырттай, екінші кезең тікелей. Сырттай кезеңде оқушылар 5-6 класс оқушылардан Ақтөбе облысы бойынша 8000-нан астам оқушы қатысты. 8000-нан астам оқушының математика, информатика, жаратылыстану, қазақ, орыс, ағылшын тілдері пәндері бойынша 90-дық жиынтық бағалау және бөлімдік жиынтық бағалаудың қорытындысы негізінде 200 бала іріктелді. Сол 200 бала екінші кезеңге қатысты. Екінші кезең тікелей офлайн режимінде өтті. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығы бойынша барлық пандемияға қарсы шараларды ұстана отырып, біз облыс бойынша 4 мектепте өткізілді. Қалаға жақын аудандардың балалары Назарбаев зияткерлік мектебіне келіп тапсырды. Ал қалған 3 ауданға, мысалы, Темір ауданына Байғанин Мұғалжар ауданында және Темір ауданының оқушылары қатысты. Ырғыз ауданы мен Әйтеке би ауданының оқушылар Әйтеке би аудандағы мектепте қатысты, және Шалқар ауданының, ең шалғай аудан, Шалқар ауданының оқушылар өздеріне Шалқар ауданында 8-ші мектепте қатысты. Түсінікті. Енді Аянатқа сұрақ қояйық. Жалпы олимпиада қиын болған жоқ па? Қандай тапсырмалар болды? Олимпиаданың тапсырмалары логикалық түрде болды, бірақ олар маған аса қиындық тудырған жоқ. Себебі мен бастауыш сыныптан бері көптеген байқауларға қатысып келемін. Бұл байқауға мені өз ұстаздарым, яғни Бестама орта мектебінің ұстаздары дайындады, және анам да үнемі мені математика пәнінен логикалық тапсырмалар арқылы білімімді жетілдіріп отырады. Айта кетейік, Аянат осы 1000 бала ұлттық зияткерлік олимпиадасының жеңімпазы. Алға ауданынан Бестамақ орта мектебінен қатысып отырсың. Енді келесі қатысушымыз, келесі жеңімпаз, бұл Әйтеке би ауданынан Басқұдық орта мектебінің оқушысы, қазіргі таңда білім инновация лицейінің 7-ші класс оқушысы, Кеңшілік Ерғанат. Ерғанат, қош келдің дейміз. Енді олимпиададан кейін қалай өзгерді өмірің, дүние танымың? Өзім армандаған мектепте білім алуға мүмкіндік алдым. Болашағым өзгеріп, сапалы білім алуға қол жеткіздім. Мен өзім республика бойынша үздік 30 оқушының қатарына ендім. Тамаша. Бұл еңбектің бәрі менің ұстаздарым мен мектебімнің арқасы. Жарайсың. Енді олимпиада қатысушыларына болашақта басқа қандай мүмкіндіктер ашылады, осыған тоқталып кетейік? Жаңа Ерқанат айтып кеткендей, толықтырып жіберейін шамалы. Республика бойынша Ақтөбе облысының 2 оқушысы осы екінші кезеңнен ең үздік республиканың ең үздік оқушылар қатарына енді. Бір осы Кеңшілік Ерқанат, екінші бала Мартук ауданының оқушысы Алибек Али. Қазір осы 2 балада білім инновация лицей интернатында оқиды. Алған мүмкіндіктері осы олимпиаданың жеңімпаздарының 6-ші класс жеңімпаздары биыл 7 оқып отыр ғой. Сол оқушылар республика бойынша мамандандырылған білім ұйымдарына өзінің сұраныстары негізінде өтініш тапсырып білім ұйымдарына қабылданды. Біздің Ақтөбе облысы бойынша, мысалы, лицей интернатына, білім инновация лицей интернатына 4 оқушымыз түсті осы 1000 бала олимпиадасының қорытындысы бойынша, және Мақсат Құсайынов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп интернатына 1 оқушымыз түсті. Енді жалпы биылғы жылы 1000 бала осы жобасы жалғасын табады ма, және қандай форматта өтеді? Әрине, 1000 бала ұлттық зияткерлік олимпиадасы жыл сайын өтетін олимпиада.
Биылғы жылы да ол міндетті түрде жалғасын табады. Наурыз айында өтеді деп жоспарлануда. Жоспар бойынша онлайн түрінде онлайн режимінде тест түрінде тапсырылады деп жоспарлануда. Әлі нақты қандай форматта өтетіні белгісіз. Түсінікті. Алдағы уақытта жағымды жаңалықтарыңыз, жеңістеріңіз, жетістіктеріңіз көп болсын дейміз. Тек қана сәттілік тілейміз. Алар асуларыңыз көп болсын. Рахмет. Қымбат көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәл ғана енді уақыт қалды, әлі де хабарласып ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Байланыс нөміріміз 22 11 55.